алғыс айту. Күнделікті өмірімізде бізді және айналамыздағы адамдарды қуантатын жағдайлар жиі кездеседі. Осы қуанышқа себеп болған адамдар алғыс алады. Қарғыс алма, алғыс ал деген халқымызда мақал бар. Алғыс алған адамның өмірі жақсылыққа толы болады. Өйткені жақсы тілек, алғыс адамның көңілін өсіреді. Жақсы сөз жан семіртеді дейді. Жақсы сөз естіген сайын адамның жаны, көңілі өседі. Жақсылық адамға күш, қуат береді. Не деу керек? Апаң сенің базардан алма сатып әкелді. Ең үлкенін, жақсысын саған таңдап әперді. Не деп барып жеу керек? Рақмет апа деу керек. Әрқашан рақмет айтып, ризашылығыңды білдіруді ұмытпағаның жөн. Бір күні көшеде кетіп бара жатқан әже тайғанап құлап түсті. Оны көрген Нұрасыл әжені сүйемелдеп тұрғызып, сөмкесін қолына ұстатты. Риза болған әже: «Өркенің өссін, бақытты бол балам», деп алғысын жаудырды. Көшедегі адамдар да Нұрасылға риза болып, «Қандай мейірімді бала», деп артынан сүйсіне қарап тұрды. Міне, Нұрасыл кішкентай ғана мейірімділікпен жасалған іс арқылы қанша адамның алғысын алды. Үлкеннің алдын кесіп өтпе деген апасының сөзін есіне сақтаған Сәкен, күнде таңертең көрші атаға амандасып жол береді. Баланың әдептілігіне риза болған ата: «Өмір жасың ұзақ болсын, жаманшылық көрмей өс», деп батасын беріп, алғысын жаудырады. Алғыс алып қана қоймай, алғыс айта да білейік. Әдепті біздер баламыз, күнде алғыс аламыз. Қуантайық, күлейік, рахмет айтып жүрейік.